Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тақырып медиа және ақпарат, олардың форматтары. Медиа форматтарды біз баспа, трансляция, жаңа медиа деп үш түрге жіктедік. Пайда болу кезеңіне қарай ең алдымен бізде баспа түріндегі медиа форматтар пайда болған екен. Олар газет, журнал, кітап, брошюра, кейіннен көшедегі баннерлер мен билбордтар. Бұлар бізде мәтіндік ақпарат пен графикалық ақпарат түрінде берілетінін білеміз. Яғни мәтіндік ақпарат пен графикалық ақпараттың комбинациясы түрінде де беріледі, және жеке мәтіндік ақпараттар түрінде не жеке графикалық суреттер түрінде берілуі мүмкін. Трансляция, бұл трансляцияға радио және телевизия жатады. Радио, яғни аудиалды ақпараттарды таратады. Телевизия бұл аралас, яғни аудиалды және визуалды, дыбыс және бейне ақпараттарды таратады. Жаңа медиа бұл кейіннен ғаламтор пайда болғанда шыққан. Бұлар жаңағы баспа мен трансляция түрінде таралатын ақпараттың барлығын тарата алады, яғни мәтіндік ақпаратты да, графикалық ақпаратты, аудиалды және визуалды ақпараттардың барлығын жеке-жеке түрінде де, олардың аралас комбинациясы түрінде де тарата алады. Яғни оларға қазір қандай форматтар жатады? Веб-сайттар, блог-платформалар, веб-форумдар, Википедия, аудио-стриминг, видео-стриминг, подкастинг, яғни аудио-хостинг, видео-хостинг, мессенджерлер және электрондық пошта қызметтері. Бұларды жеке-жеке қарастырайық. Енді баспаны біз жақсы білеміз, бұл мәтіндік және графикалық түрде таратады деді. Бұны біз жеке қарастырмаймыз. Біз трансляциядан бастайық. Трансляция арқылы ақпаратты ұсыну. Бұл радио форматты қарастырайық. Радио форматты ақпараттар аудиалды, яғни дыбыстық түрде таратылады. Дыбыстар ауада дыбыс толқындары арқылы әртүрлі жиілікте тарайды, яғни әртүрлі радиоканалдардың өз жиілігі бар. Телевизиялық формат. Бұл телевизиялық формат визуалды және аудиалды ақпараттарды электронды құрылғылар арқылы таратады. Визуалды және аудиалды ақпаратты біз мультимедиялық ақпарат деп айтуымызға болады. Мульти дегеніміз көп медиа, аралас, әртүрлі. Тек қана визуалды ақпарат, тек қана аудиалды ақпарат қана емес, олардың комбинациясы түрінде таратылатындықтан оларды мультимедиа деп атайды. Мультимедиялық ақпараттар. Енді жаңа медиа формат бұл интернет пайда болғалы қолданыла бастады деп айттық. Жаңағы веб-сайттар, бұлар нелер? Веб-сайттар бір-бірімен байланысқан веб-беттер жиыны. Блог-платформа бұл қолданушыларға күнделік блог жүргізу үшін берілетін коммуналдық қызмет. Веб-форумдар, бұларда қолданушылар бір-бірімен бір тақырыпқа не бірнеше тақырыпқа пікірталас алады. Пікірталастыру платформасы. Мессенджерлер бұл онлайн режимде, яғни нақты уақыт режимінде электронды хат алмасу қызметі. Сөйлесу, хат алмасу қызметі. Аудиохостинг немесе подкастинг бұл тыңдауға арналған аудиохостинг. Радиодан айырмашылығы бұл жерде өздеріңіз жанрды, тақырыпты таңдау қызметі бар. Видеохостингтер бұлар браузерде видеоны арнайы плеерлермен ойнату қызметі. Мысалға YouTube, қазақстандық видеохостинг бұл iTube. Сол жақта міне аудиохостингтер мен видеохостингтердің мысалдар келтірілген. Қандай аудиохостингтер бар? Яғни Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Castro, Google Podcasts, Spreaker, Spotify. Видеохостингтер төменде YouTube, Magnify дейді, Vimeo, Player HD, Blip TV, Live Video мысалдары. Тағы бір медиа формат, жаңа медианың форматы, бұлар аудио стриминг, яғни стримингтер. Стриминг дегеніміз тікелей байланыс, тікелей тарату, нақты уақыт режимінде. Аудио стриминг бұл дыбыстық ағын. Бұл желілік байланыс арқылы дыбысты нақты уақыт режимінде беріп отыратын қызмет. Ал видео стриминг бұл мультимедиялық ағын, яғни аралас. Тек қана дыбыс, тек қана бейне емес,
желілік байланыс арқылы дыбыс пен бейнені нақты уақыт режимінде беріп отырады. Яғни видео, дыбысы бар, бейнесі бар видео файлдарды тікелей беріп отыр қызметі. Тағы да жаңа медиа форматтарының түріне жататын википедиялар, бұлар яғни контентті әртүрлі көпшілікке арналған көп тілді әмбебап интернет энциклопедия. Бұны өздеріңіз де жасай аласыздар, бірақ төменгі жағына міндетті түрде қандай автордың жұмыс екеніне сілтеме көрсетесіздер. Конференцияны өзіміз білеміз. Біз Zoom-ды пайдаланып жүрміз қазір онлайн конференция ретінде. Бұл интернет желісінде коммуникациялық бағдарламалар арқылы мақсатты интернет аудиториямен тікелей қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. Яғни нақты уақыт режимінде тікелей қарым-қатынас жасау. Осындай медиа форматтармен бүгін таныстық. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.